Осының алдындағы сабағымыздағы жаттығуда мына жаттығу болатын. Mınандай söylemler болды. Sizce hangi bilgisayar en eski bilgisayar? Sizin oyunuzca қай компьютер ең көне компьютер? Sizce hangisi en yeni bilgisayar? Sizin oyunuzca қайсысы ең жаңа компьютер деп сұрады. Sizce soldan kaçıncı bilgisayar en güçlü, ең мықты компьютер деп сұрады. Мысалға, мына жердегі жаттығуда да біз соны көреміз, ең деген сөзді көреміз. Dünyanın en saldırgan hayvanı ayıdır. Әлемдегі ең, қалай деп айтайық, saldırgan шабуыл жасайтын, ең көп шабуыл жасайтын шабуылдаушы немесе жануары, әлемнің ең шабуылдаушы жануары аю. Dünyanın en uzun hayvanı zürafadır. Әлемнің ең uzun жануары жираф. Dünyanın en ağır hayvanı balinadır. Әлемнің ең ağır жануары kit. Dünyanın en hızlı hayvanı ayı değildir. Әлемнің ең hızlı жүйрік жануары аю емес. Dünyanın en yavaş hayvanı kaplumbağadır. Әлемнің ең жайбасар жануары тасбақа. Ya, бұл жерде біз нені көріп тұрмыз? En saldırgan, ең көп шабуылдаушы, en uzun, ең uzun, en ağır, ең ауыр, en hızlı, ең жүйрік, en yavaş, ең жайбасар. Ya, бұл біз білетін қазақшадағы ең сөзі. Қазақшадағы ең сөзінде біз қандай жағдайда асырмалы шырайда пайдаланамыз. Біз бұған дейін сабағымызда салыстырмалы шырайды өткен болатынбыз. Ол кезде дан, ден, тан, тен, шығыс септік жалғап сөзге, одан кейін даха деген сөзді қолданған болатынбыз. Ал асырмалы шырайда, мынау салыстырмалы шырай, малы шырай. Асырмалы шырайда біз en деген сөзді пайдаланамыз. Бұл күшейтпелі үстеу, күшейткіш үстеу. Яғни en күшейткіш үстеуі арқылы жасаймыз. Мысалға, бұның алдында біз не деген болатынбыз? Салыстырған кезде даха büyük деген болатынбыз. Бірдеңеден даха büyük, үлкендеу, немесе даха küçük деген болатынбыз. Кішілеу, даха kilolu дедік. Жуанырақ, толығырақ, даха zayıf дедік деген болатынбыз. Арықтау, жүдеулеу, даха genç деп салыстырдық. Жастау, даха yaşlı дедік. Кәрілеу, даха uzun деген болатынбыз. Ұзындау, даха kısa деген болатынбыз. Осылай адамдарды салыстырған едік. Қысқалау. Ал егер ең үлкен, ең кіші, ең жуан, толық, ең арық, ең жас, ең кәрі, ең ұзын, ең қысқа дегіміз келсе, онда даха емес, en деген сөзді пайдаланамыз. En büyük, en küçük. Doğru, қазақшадағыдай. En kilolu, en zayıf, ең арық, en genç, ең жас, en yaşlı, ең жас бойынша ең үлкен, ең кәрі, en uzun, en kısa.
Eger biz bunu dağda jatkulardan qaraytyn bolsak, pysykday alamyz. Mysalga, dünýäniň en hızly haýwany benim. Elimniň ýeň şirik janwary menmin. Ýeň şirik janwary menmin. Bu kim? Şirik. Ya bu barş şygar. Dünýäniň en sabırly haýwany benim. Elimniň ýeň sabırly janwary menmin. Bunu belgilep goýupdy. Bu jerde ýeki krokodildy golturagyny diýmizmi gazakça? Dünýäniň en zehirli haýwany benim. Zehir u, zehirli uly, en zehirli ýeň uly janwary menmin. Bunu jylan çygar. Dünýäniň en agyr haýwany benim. Elimniň ýeň agyr janwary menmin. Gaýsy? Kit. Dünýäniň en kral haýwany benim. Elimniň ýeň karol, patşa janwary menmin. Kim? Arslan. Dünýäniň en sevimli haýwany benim. Elimniň ýeň süýkümli janwary menmin. Sevimli, süýkümli. Aýu. Panda mysalga. Dünýäniň en uzun haýwany benim. Elimniň ýeň uzun janwary menmin. Ne dedik? Jiraf. Dünýäniň en ýawaş haýwany benim. Elimniň ýeň jaýbasar janwary menmin. Tasbaka. Ya, krokodilge türkçe timsah dep aýtamyz. Timsah. Jylanga yılan, arslanga aslan, kit balina, barys jolbars nemесе kaplan, ayı panda dep de aýta alamyz. Kaplumbağa, zürafa,